Қош келіпсіздер ұстаздар, ата-аналар, бастауышпен қоштасу тойымызға. Болашақты жырлатып, шәкірттерге ой түзеткен сымбатты, күн нұрындай сәуле қойған көңілге армысыздар, ұстаздарым ардақты. Армысыздар әжелер мен аналар, ұрпағыңыз күнде өзінен баталар, ел дәстүрін мәңгі сыйлап оқы деп үйреткен ғой апай ыбырай бабалар. Армысың сен алтын ұям мектебім, саған айтар жалғысын көп менің, жүректерге жақын білім шырағым, мектебіме арнады бұларым. Армысыздар өр тұлғалы әкелер, қырамыстай балапанын мәпелер. Бүгін міне бастауышпен қоштасады, азамат боп кешегі сәби еркелер. Нұр жүзінен жылы шуақ төгілген, шәкірттерін сүйген таза көңілден тағылым беріп жас ұрпаққа қашанда өз соқпағын тапқан мына өмірден дей керек. Осы кешімізді ашып беру үшін мектеп директоры Гүлнара Құрманәліқызына сөз береміз. Армысыздар, құрметті ата-аналар, ұстаздар, қадірлі біздің сүйікті оқушыларымыз. Балалар, естеріңде ме? Осыдан 4 жыл бұрын мектептің табалдырығын аттаған кезде бойларың қандай еді? Кішкентай. Сөмкелерің өте ауыр еді. Бойларың кішкентай. Дегенмен де мектепке келіп, 1-ші сыныптан бастап дүния апайларыңды көрген кезде әбден бауыр басып, сүйікті ұстазы болып, 2-ші анадай болды. Рас па? Әрине. Балалар, сондықтан бүгін міне 4 жылды артқа қалдырып, бүгін бастауышпен қоштасқалы отырсыңдар. Балалар, әрдайым күндерің ашық болсын, жарқын болсын. Болашақтарыңда алдарыңа қойған арман мақсаттарыңа жетіңдер. Естеріңде әр күндерің бастауышта болған, әр күндерің естеріңде қалсын. Алдарыңда тек қана жақсы адамдар кездесін. Болашақта осы сыныптан үлкен үміт күтіп отырмыз. Сіздерге үлкен үміт артып отырмыз. Бұл гимназия сыныбы болғаннан кейін қазіргі таңда бастауыш сыныптардың арасында ең жоғары дәрежедегі, жоғары деңгейдегі сынып болып отыр. Себебі осы сыныптан болашақта тура осындай керемет азаматтар болатын. Елінің көркеюіне, мектебіміздің тек қана жақсы атын шығаруға үлкен өзінің үлесін қосады деген ойдамыз. Дүрия Жұмағалиқызы, үлкен рахмет сізге. Бүгін мені бастауыш сыныпты шығарып, орта буынға жібергелі отырсыз. Өзіңіз сияқты биылдың өзінде қаншама мектебіміздің жетістіктер қоржынына керемет жетістіктер әкелдіңіз. Тура өзіңіз сияқты керемет, білімді де білгір. Осындай оқушыларымыз көп бола берсін. Балалар, денсаулықтарың мықты болсын. Әрине, бүгін өкінішке орай барлық жалпы ата-аналар келе алмады. Мына індетке байланысты осындай іс-шараны өткізуге тура келді. Дегенмен де бүгінгі сіздердің білімдеріңізді, өнерлеріңізді
тамашалауды осы бейнеролик арқылы көретін болады. Ондай болса, сәттілік балалар. балғын бүлдіршіндер қандай болды екен? Құрметті ұстаздар, ақ пейілді ата-аналар, олай болса сол кездегі тәтті де бүлдіршіндердің бал күндеріне көз жүгіртейін. Тоқтаңдаршы, қалғанын өзіміз айтамыз. 4 жыл бұрын біз бастауыш мектеп атты журналға материал жинадық. Онда журналды ашайық. Біздің сынып туралы кейбір статистикаларды оқып шығайық. Біздің сыныпта 20 адам тұрады. Оның көпшілігі балалар. Дегенмен балалармен бірге бір ересек адам тұрады. Орташа жасы 10 жыл. Жалпы жасы 124 жыл 7 ай 14 күн. Жалпы биіктігі 3643 сантиметр. Жалпы салмағы 556 килограмм 300 грамм. Бастауыш мектепте әрқайсысы 4 жылда 15 сантиметр өсіп 4 килограмм қосты. Тоқтаңдаршы, қалғанын өзіміз айтамыз. 4 жыл ішінде бізде 2992 сабақ болды. Онда біз кітаптың 5796 бетін оқып шықтық. Мектепке және кері қараймыз 1000 шақырымға тең жолды жүріп өттік. Біз 320 жарым қаламды жазып сындырып алдық. Аптаның сүйікті күні Жексенбі. Жылдың сүйікті уақыты 3 ай демалыс.
e a bunda dela bate, 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 bate. E o Gabi faz. I put your thing up, now stop, and let your homeboy hit it. Beat, 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 beat. Exactly why you light me up inside like the 4th of July. Whenever you're around, I always seem to smile. Vem, 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 vem sentando, vem, 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 vem fudendo, vem, 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 vem sentando, vem, 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 vem. Tia Maria, nossa! I'm trying to creep neck on a big neck. It's selling creep neck for the stick neck. I got a big neck for the chit chat. I'm dropping on the ground. Hey, baby, let me see it. I just wanna eat it. Baby, let me see it. O Gabi faz. әр ана өз баласын мейірімді болса екен. Осыдан 4 жыл бұрын біз 6 жастағы сәби балалар сөмкемізді зорға көтеріп мектепте алдырған жас қанаттаған едік. Енді міне сауатымызды ашып, білім негізін қалаған бастауыш мектеппен қоштасып, орта буын қатарына қосылғалы тұрмыз. Міне сағымдай өте шыққан 4 жыл ішінде бізді ұстаз анамыз сауатты, тәрбиелі, өнегелі азамат етіп шығарды. Ендеше, бастауыш сынып туралы неге айтпасқа? Жас қана кіріп жарықсынып біз әрбетін әліппенің гүлі ашқанбыз. Мұғалім сабақ өтіп жатқан кезде қайталап атымызды сұрасқанбыз. Әр үйдің ерте өскен тентек едік, ақылға келе алмадық ерте көніп. Бойымыз бірте-бірте үйренісіп, мектептің ережесін үйрендік кеп. Өмірдегі жолымды бір өзіңнен бастадым, А әріпті алғаш сенен бастадым. Ұстазым естен кетпес мәңгілікке мейірімді жауырынан қаққан. Бірде біздің ойымызда сырымыз, бір мектептің ұлы менен қызымыз, бірдей өстік оқуды да еңбекте, күліп ойнап бірімізбен біріміз. Өтті сенде қызық шағым, бастаушым бал бұлауым, қоштасар күн жетті міне қимастықпен қол бұлайым. Бастаушым бал бұлағым, алдым сенің балдың дәмін, әріптен білім алып, рахметімді жаудырам. Ұстаздардан тайым
ұмытпаймыз ешқашан да сіздерді. Бастауышпен қоштасатын кез келді, қимайтұғын ұстаздардың біздерді. Алдымызда жарқыраған жарық күн, ұмытпаймыз ешқашан да сіздерді. Кеше ғана кіп-кішкентай бал едік, ойлап асып мектепке де келіппіз. Білінбейтін құлағынан су сыздап, ұстаздардан тәлім-тәрбие көргенбіз. Бастауышпен қоштасатын кез келді, қимай тұрған ұстаздардың біздерді. Алдымызда жарқыраған жарық күн, ұмытпаймыз ешқашан да сіздерді. Бастауышпен қоштасатын кез келді, қимай тұрған ұстаздардың біздерді. Алдымызда жарқыраған жарық күн, ұмытпаймыз ешқашан да сіздерді. Үйраған есапқа біз өледік, күні-түні жолға шыға келедік. Бастауыштан бастап сол күнді, сыныптастар биік шыңға көтердік. Бастауышпен қоштасатын кез келді, қимай тұрған ұстаздардың біздерді. Алдымызда жарқыраған жарық күн, ұмытпаймыз ешқашан да сіздерді. Бастауышпен қоштасатын кез келді, қимай тұрған ұстаздардың біздерді. Алдымызда жарқыраған жарық күн, ұмытпаймыз ешқашан да сіздерді. Алдымызда жарқыраған жарық күн, ұмытпаймыз ешқашан да сіздерді. Содан бері 4 жыл уақыт өтіпті. Сол бүлдіршіндер қазіргі таңда бойлары да өсіп, бастауышты білімдеріне сусындап, орта буын табалдырығын аттағалы отыр. Талаптарыңа нұр жаусын. Өтті оқу сан сабақ, бүгін үлкен салтанат. Оқулықпен достасып, бастауышпен қоштасып. Ұшыса да бұл өмірдің сан құсын, ұстаз ғалым толас татпас мәңгісін. Тыншымайтын асыл жандар аяулы, тыңдаңыздар шәкірттердің алғысын. Жиналып біз сәтті күні бәрімізде, үлкен кіші жасымыз кәрімізде. Төлен тыныс қадірменді қонақтар, гүл көшені бүгінгі сәнімізбен. Шаттанамын мен бүгін, шаттанамын, ғылым сырын түсіндім, мақтанамын. Осы сырды үйреткенмін, бастаушым түстей болып міне бүгін артта қалдым. Жанымның жолы
айтқандай, алғаш қолымызға қалам ұстатып, бізбен бірге қуанып, оңымыз бен солымызды танытқан, қырғет атты танытып, білім нәрмесін сындатқан мектептегі анамыз ұстаз екені бәрімізге мәлім. Балалардың ұстаздарға арналған ән жырларын айтпас бұрын, ұстаздар туралы не айтар едің, Мадияр? Әр шәкірттің өз баласынан кем көрмей оқуға, жазуға үйреткен мұғалім еңбегі шексіз. Мұғалім мектептің жүрегі деп Ыбырай атамыз бекер айтпаған. Дұрыс айтасың, Мадияр. Ғылым иесі ғалымда, ел қорғаған батырда, тілінен бал тамған ақында, тегеурінен темір балқытқан жұмысшыда, көкті шарлаған ғарышкерде, бәрі ұстаздан білім мен тәрбие алған. Бұл туралы Батыр Бауыржан атамыз болашақтың басшысында, данасында, еңбекқор егіншісінде ұстаз өсіреді деген екен. Олай болса, келесі жырларымызды ұстаздарымызға арнаймыз. Алғашқы ұстазымыз анамызбен теңгеледі, бар асылын бізге жиып мол береді. Қанатымен су себелеп, асыл жан әр шәкірттің баласынан кем көрмейді. Кем кешегі жабырқау қайда қалған, шықпаушы едік бір елі айналаңнан. Мейірімді ұстаздық жүрегінде жан дүниесін баланың жаулап алған. Мұғалім ұстаздың, балалардың, болашақ ғалымдардың, даналардың, өмірде сенің алар орныңа да бірі де жеткізе алмас бағалардың. Ұстазым өзі ниетін асқағаннан басталған ықпатынан жас талабым, ұғындым, ұлылықтың, даналықтың ұстаздың ұлағатынан басталады. Қоңыр үнді даусын әсем таңдардай, ұстазымның жүзіндегі нұр қандай, мейірлене қарап қойып біздерге күн астынан сабақ беріп тұрғандай. Шарық күнен жылы жүздің елестер, құлағымда өзің берген кеңестер, жанарымда алыс тартқан қара жол, көз жұмсам да көретұғым белестер. Шәкірттер сіздерді айтып мақтанамыз, бейнені жүректерде сақталады. Біз әлі биіктерден көрінеміз, үміт пен сенімін сақталады. Тегеректің әділдікті, адалдықты, жерендік, ажыраттық, жамандықты жалғастырар ақ жолын сенің салған, бар деп қашан балаң мықты. Мектебім, аяулым мектебім, өзіңсің өмірдің көктемі. Наралып қолымды созамын, арманға көктегі. Мектебім келер
жалғастырып, жақсылығымызды арттырып жүрген біздің ата-аналарымыз, қатарымыздың тегі болып, қарнымыз тоқ, көйлегі көк болуы осы кісілердің арқасы. Ыстыға кім-кімге де әке деген, суыққа шалындырмай мәпелеген, өмірдің соқпағымен өрге тартып, алдымен адам бол деп мәпелеген. Дүниеге әкелген ол да сенің анашың, ақ сүт беріп өсірген ол да сенің анашың, тіл алмасын кешірген ол да сенің анашың, мәпелеген баласын аман болсын анашың. Әкешім тілеуімді тілеп жүрген, аумайсың жарығым ол ашық күнен, шаршайсың жұмыс деп біздер үшін ау. Ақылды балаларын оны білген. Әр ана өз баласын мейірімді болса екен, жақсы оқи беруге қалаулы азамат болса екен дейді. Халқымызда мынадай бір нақыл сөз бар. Анаңды Меккеге 3 рет апарсаң да борышыңды өтей алмайсың деген. Алайда ардақты анамыздың ақ сүтін ақтай білгенге не жетсін? Я, дұрыс айтасың Ерболат. Біз болашақта ақылды да саналы бала болып өссек, ата-анамыздың арманы орындалды деген осы емес пе? Кеудемнен сезім селі ақтарылсын, болармын күні ертең ақ мақтанышы. Білім алып тер төгем, еңбек етем, өзіңді сенімді ақтау үшін. Құрметті да қымбатты менің сүйікті шәкірттерім, міне бүгін сендердің әрқайсың үшін ерекше күн. Өйткені осыдан 4 жыл бұрын осы мектеп табалдырығын кіп-кішкентай болып бүлдіршін болып аттаған болсаңдар, міне бүгін оң мен солдарыңды танып, білімдерің асып, қанаттарың қатайып, міне 4 бастауыш сыныппен қоштасқалы отырсыңдар. Міне сендер бастауыш сынып осы мектептің білім баспалдағының ең бір қиын да қызық
сәтін артта қалдырдыңдар. Өйткені бастауыш сыныпта сендер ең алғаш қолдарыңа қалам ұстадыңдар. Оқуды үйрендіңдер, жазуды үйрендіңдер. Сонымен бірге ән айтып, би билеуді үйрендіңдер. Міне бүгінгі мерекелерің балалар құтты болсын. Барлығыңа денсаулық тілеймін. Сарқылмас күш қайрат, талмас қанат деймін. Міне балалар, үнемі мынаны естен шығармаңдар. Үнемі ата-аналарыңды қуантуды, отанды сүюді, үлкенге құрмет жасауды, кішіге ізет жасауды. Сонымен бірге үнемі табиғатты қорғауға, мына білім нәрімен сусындатқан ұстаздарды естен шығаруды ұмытпаңдар. Міне менің алдыма әлі талай шәкірт келер, бірақ мен сендерді ешқашан ұмытпаймын. Өйткені 4 жыл ішінде менің жүрегімнен орын тапқан ең сүйікті сыныптарымның бірісіңдер. Әрқайсың менің жүрегімдесіңдер. Менің өз баламдай жақсы көріп кеттім. Әрқашан дендерің сау болып, осы елімізге қызмет ететін азамат болыңдар. Енді мына 5-ші сыныпқа көшкелі отырсыңдар, сапарларың сәтті болсын, құт қонсын сапарларына. Бүкіл жер бетіндегі ұстаздар қауымы өз шәкірттерін білім нәріне сусындатып, ыстығы мен суығына төзеді. Біз қуансақ, бірге қуанып, біздің көңіл күйіміз жоқ болса, жаны қалмай сұрап тұратын ұстаздар қауымы қандай керемет. Әр адамзат баласының атынан алғыс білдіріп, тағзым етеміз. Түнгі аспанға таң салып күтіп, таңдарды құс жолына жаздым арманды. Өзен көл мен тауларын сүйіп, орманды болашаққа аштым жолдарды. Өмірге бұл қашық, алғаш қадам басып, отаным тек сені таныдым. Сенде туып өстім, сенде бақыт кештім, туған елім артық қадірлі. Көлімде, шөлімде, көлімде самғаймын, отаным, қорағым болып сені қорғаймын. Әнімді, жанымды, барымды арнаймын, бәрібір сені таңдаймын. Қидаласы жазира байтақ керілген, бабалардан мұра берілген. Перзентімін бауырымда өскен сенімен, ертеңіне қарап сенімен. Көктем гүлін алғаш бұрын үріп, асыр салдым әсем далаңда. Мөлдір су мен ауа, жанға берер дауа, маған сенде жер жоқ ғаламда. Көлімде, шөлімде, көлімде самғаймын, отаным, қорағым болып сені қорғаймын. Әнімді, жанымды, барымды арнаймын, бәрібір сені таңдаймын. Құрметті ұстаздар және оқушылар, сіздерге арналған бүгінгі бастауыш сынып 4-ші сыныптың ертеңгілігі осымен аяқталды. Барлығыңызға рахмет. Қош болып, 5-ші сыныпта кездескенше сау саламатта болыңыздар. Мінекей, біздің концертіміз аяқталды. Біздің ұстаздарға деген кішкене сыйлығымыз бар. Көлімде, шөлімде, көгімде самғаймын, отаным, қорағым болып сені қорғаймын. Әнімді, жанымды, барымды арнаймын, бәрібір сені таңдаймын. Бізді 4 жыл бойы білім нәріне сусындатқан Дүрия әпке сізді шын жүректен құттықтаймыз.
болайдым, еңбегі жатсы ақталып, тарыдай бізде қабылдап, бидайдай етіп жеткізген. Есімізде қалар сізбенен, қызықты күндер өткізген, еркелетіп анандай тәрбиелеп өсірген. Мың алғыс Дүрия апайға тентектікті кешірген. Қош бастауыш сыныбым, арманға апарар жол. Балалық шақпен бал бұлақ қоштасып кетіп барамыз. Үлкен болып өсеміз, кілең бестік аламыз. Ой, рахмет балалар, қатты қуаттыңдар. Әрқашан дендеріңіз сау болсын, қобалжып кеттім. Үлкен сіздерге рахмет, ата-аналар, оқушылар. Міне, қанаттарың талмасын, ең бастысы аман болайық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Тек қана бізді қуантып жүре беріңдер. Рахмет.